түсінбей отырған шығар не болып жатыр деп. Көкелеріңіз жүрген сұрақтарға үйге барғаннан кейін өздеріңіз ойланарсыздар. Ең бастысы мен сізді жақсы көрем, құрметтеймін, орныңыз шексіз, өзіңіз білесіз. Аман болыңыз. Негізі жыламайын деп сөз бергем. Айтқым келгені, ата-аналарыңыз аман болсын. Өзімнің әр тойымда айтам, анам болған кезде әкем болғанда өте тұратын еді деп. Өзімнің анама орындай алмаған. Дәулет, саған да көп рахмет. Шүкір Аллаға. Бүгін 5 баланың басын қосып, осындай қуанышты күндері есінде қалсын деп, бір-біріне бауыр болсын деп, бір-біріне дос болсын деп, жат болмасын, бірге өссін деген ниетпен алып келген жайымыз бар. Ешқандай жаңағы жаман ой да жоқ, ниет те жоқ. Бастысы бір-бірінің бір қаннан шыққандарын білдіру, ескерту. Өмір солай болды. Қазір тағдыр ешкімге ештеңе дей алмайсың. Сол себепті де Дәурен екеуміз бөлек болсақ та, біз бір-бірімізге деген достығымыз бар. Бастысы ортамызда балаларымыз бар. Бұның балалары 3 баласы, менің де балаларым, менің 2 балам. Жаңағы барлығының балалары деген сияқты, менің 5 балам бар, Дәуренде 5 баласы бар деген сияқты ғой. Осындай балалар баршаңызға жұғысы болсын. Көп рахмет. Ең бастысы осы үйдегі 2 кісі аман болсын. Тек шынымен сіздерге білесіздер, жақсы көрем, құрметтеймін, бағалаймын.